Қалайсыздар менің оқырмандарым? Бүгін сіздерге үй жағдайында тез дайындалатын, өте қарапайым құраммен жасалатын осы қытырлақ баклажандардың рецептісімен бөлістім. Бізге алдымен 2 ірі баклажан керек болады. Сыртын жақсылап ашып алдым да, оны 1 сағаттай тұзды суға салып қойдым. Осылай ірі етіп турап алдым. Бұл баклажан салатына мен ешқандай творожный сыр немесе қымбат руккола шөбін пайдаланбадым. Кәдімгі үйдегі бар нәрселермен жасадым. Рукколаның орнына осы салат жапырақтарын қолдандым. Енді менде кляр дайындау керек болды. Клярға темпура ұнын пайдаландым. Оның үстіне газдалған сарыағаш сусынын құйдым. Екеуін жақсылап араластырдым. Негізі қою етіп алған жақсы екен клярды, бірақ менің клярым кішкене сұйықтау болды. Сонда да баклажандарымды салып араластырып жақсы етіп қуырып алдым. Майымызды алдын ала қыздырып аламыз. Осылай баклажандарымыздың барлығын салып бөліп одан кейін жайлап пісіреміз. Барлығын бірдей салмаймыз, бөліп пісіргеніміз жақсы. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осылай әбден қызарғанша пісіріп аламыз. Барлығын пісіріп алғаннан кейін тарелкаға орналастыру керек. Енді баклажандарым қытырлақ, іші күшті болып пісті. Осылай баклажан қытырлақ болып тұрады. Ыдысыма салат жапырақтарын салып алдым. Оның үстіне 2 қызанақты турап салдым. Одан кейін барып оның үстіне баклажандарын салдым, қажет мөлшердегі барлығын. Және осының үстіне кисло-сладкий соус аройдың, соны қостым. 5-6 ас қасық барлығын жақсылап араластырып шықтым. Салатым өте дәмді болып шықты, және үйдегілерге де ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, жасауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Рецепт ұнаса, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Өздеріңіз қалауыңызша творожный сыр немесе руккола шөбін қосып жасасаңыз болады. Соңында бальзамический соус